Сәлем достар, менің бүгінгі пісіретін пирогым абрикосовый сметанник деп аталады. Жасалу жолы өте оңай, дәмі де ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен ыдысымызға жұмсақ сары май, қант, жұмыртқа үшеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Соңынан ұнымызға қопсытқыш салып, араластырып, массамызға салып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Дайын болған қамырды холодильникке шамамен жарты сағаттай тындырып аламыз. Содан соң формамызды дайындап, қамырымызды жайғастырып, жан-жағына бортик жасаймыз. Міне біз осылай жайғастырып шықтық, енді вилканың көмегімен тесіп аламыз. Енді салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін қаймақ, қант, жұмыртқа, крахмал, осы барлық ингредиенттерді жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне біздің салмамызда дайын болды. Енді қамырымыздың үстіне абрикосымызды жайғастырып аламыз. Және арасына вишня салуға болады, салмауға да болады. Мен осылай шамалы қышқылдан болуын қаладым. Сол себепті вишня салдым. Вишня салу міндетті емес. Енді осылай қаймағымызды салып, шамамен 160 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер.